Асасова халара ақта тариф әтмеге азырмыз. Студияда мен София Шукурова чалышам. Ақшам шерифлеріңіз хайырлы болсын. Русия президенті Владимир Путин лидеры России лейхасының Галибы Эмиль Зиядиновнен күрішув кечірді. Оның кетішатында логистика инкишафы ақта сөз көрсетілді. Как вы думаете, открытие железнодорожной ветки по Крымскому мосту, насколько оно будет эффективным и что нужно сделать для того, чтобы это эффективно заработало, имея в виду всю логистику полуострова? Если рассматривать железнодорожную ветку, можно провести аналогию с Крымским мостом с автомобильной частью. То есть это огромный толчок. Железнодорожная ветка даст еще более внушительный толчок, потому что это пойдут грузы намного более больших объемах. Это будет сразу драйвер и в экономику, и в туристической отрасли. Это будет просто огромный толчок. А что для этого сделать? Сейчас, в принципе, много делается. Транспортные пересадочные узлы, все для комфортного перемещения грузов, пассажиров. Идарейчилер арасында кечерілген Бүтін Русия конкурсы «Россия – страна возможностей» адлы Мухтар Тижари олмаған тешкілет тарафындан тешкілетілі. Бұл конкурсының әсас мақсады Бүтін дәвлетте олған перспектив вестидатлы идарейчилеріні тапмақтыр. Лейханын әмелге кечерілмесі үшін президент янында чыхан дәвлет идресі мәселелеріні бойынша комиссия месулетлидір. Қырым Жүмхуриетінің миллетлер арабия сүргін олынған гражданларының ішлері бойынша Дәвлет комитетінде топрақ дамарталарының ресмелештірілігі ве башқа мескен мәселелерінде болынған проблемалар бойынша гражданларының қабылы кечті. Әрбір даважинен айры лаф етілді. Эндіден сон әрбір мұражат комитет рейсіне шақси незарет алтында олачақ. Обращаются на личный прием в наш комитет. И, конечно же, большинство вопросов в этой части на сегодняшний день у людей на этом приеме по вопросам жилищной проблематики, которая остро стоит. В данном сегодня приеме мы дали ряд консультаций и взяли под личный контроль необходимость сопровождения этих граждан для составления необходимых пакета документов и дальнейшего уже возможности оказания содействия. Крымский журнал нешірінің темсілчелері Исветчеде кечірілген матбуат қызметлерінде уриет. Зиманеви чағырувлар ветелікелер адлы конференцияда иштирак еттілер. Бұл конференцияны бірлешкен милетлер тешкілятында Русияның даими темсілчесі тешкіл етті. Әсас мевзу мұхберлерінің ақлары ве дүнияви матбуатларының сербестлігі oldu. Бұл мечманын баш марері Мария Волконская нешірінің инглиз тілінде чыққан нұсқасыны тақдим етті. К сожалению, наши иностранные коллеги часто говорят, что крымские журналисты ущемлены и крымские медиа не разрешены. Однако вы на нашем примере можете убедиться, что это неправда. Любая информация должна быть проверена. Если вы заинтересованы, у вас есть наши контакты. Вы свободно можете посетить наш полуостров. Он очень солнечный и дружелюбный. Хатырлатамыз Тюневин Миллет телеканалының генераль мудиры Эрвин Мусаев конференц бағы арқалы бұтетберде іштирак етті. Эрвин Мусаев телеканалының ве ватан седасы радиосының мұвафақайетлі іші ақында тариф етті. Оның қайд еткеніне көре Зиманеви Қырымда малюмат инфраструктурасы ве технологиялары гүзел шекілде ирлерей. Одесса шерінің южный портында 200 кило наркотик тапылды. Девлет сыныр идарежесі Украина хавсызлық қызметінен бераберлікте Латин Америкадан келген гемеде наркотик таптылар. Бұл ақта Одесса хаберлерінің интернет сайты білдіре. Юкны ерлі сатыжылар үшін кетіре еделер. Эвелері айны бойле юк Чиледен келген гемеде тапылған еді. Ғарыптаки күтлеви малюмат васыларында Одессаны дүнияның наркотик контрабанда меркезі деп таныйлар. Айны Одесса портында 2010 сенесі рекорд сайылған 2 тонна кокаин партиясы тұтып алынған еді. Федераль қавсызлық қызметінің қадимлері Ялталы азбар қызметшінің әвінде чешіт түрлі валютада 1,5 миллион рубле веясақ етілген әдебиятыны таптылар. 34 яшыл әркек свидетели Иегова адлы ясақ етілген экстремистік тешкелятының яратқанында қабатлана. Тентувлер сектаның 8 квартирасында кечірілді. Хатырлатамыз Русияда 2017 сенесі свидетели Иегова адлы сектасы ясақ етілген еді. Ялта бөлігінің ребері әршайны бойнуна алды, әнді 18 елға апске алына біле. Шымдейсе позитив хаберлерге кечеміз. Бүгін ұлы Қырым татар марифчесі Исмаил Гаспринскінің доғанына 168 ел тола. Оның ады ярым ададан тұш ерлерде де белі. Ислиатчы, марифчы, муарир Гаспринскінің фалеті тек Қырым татарларының яшашыны дегілді, бүтін Русияның түрке дүниясыны да денештірді. Марифчының ғайлеріні аляда бір чоқ адамлар құлана. Тәфсилатлы Фатиме Седаметованың левхасында.
Исмаил Гаспринский буйнсанын ады бутун дүния жамачылыгына белі Марив числячы Кырым татар матбуатының яратычысы. Газета бу марифет махсулыдыр. Бу махсулға исе біз ғайет мұқтажмыз. Исмаил Гаспринский. Эрчи 1883 сенесі Терджиман газетасындан башланды. Бірден екі тілде нешір етіледі, вечух вақыт девамында Русияде түрки тілінде басылған екәне нешір сайлайды. Тек bizim milletimiz ileri yürüsün de yapsın ve mına Kırım'a özümüzün milletimizge çok fayda getirsin degen böyle bir sitataları var, sözleri var, yazılgan şeyler olar kaldı ve bizim maksadımız mına aynı bu şeylerini көрсетmek ve айтмақ. Исмаил Бей балаларының оқушының де ұғырашайды, араб тілінің огренілігіні қолайлаштырды. Талебелер сөзнің эжаларыны дегілді, сеслеріні огренейділер. Бөлі ұсыл оқуыны екі өчкереге тезлештірейді. O baştan o halkını düşünürdüm. Cahillikten çıkarayım deyip. 1916 senesi tek Rusiyada 5000 mektep deniştirildi. Bizim zamanımız bilgi zamanı. Alem bu bilgilerinin kureş meydanı ve onda bilgisiz yaşamak mümkün değil. İsmail Гаспринский. 1910 senesi İsmail Гаспринский Nobel mükafatını anayloldu ama onu elde etip olamadı. Bugün şu ulu mütefakırının adını Kırım'da ve Atta Kazan'daki kasaba ve sokaklar taşıyı. Marifçinin hatırasına abideler yerleştirilye yarmadamızın paytahtında ise Kırım Tatar kitapханасы Marifçinin adının bellidir. Мы обладаем самой большой коллекцией литературы на крымско-татарском языке, литературы о крымских татарах. И, конечно, с гордостью всегда отмечаем, что и сегодня вся литература, которая была издана до Великой Отечественной войны, нам была передана. Очень много книг, коллекций литературы была передана с Турции. Бақчасарайда Исмаил Гаспринскийнің еві нешриаты олған бинада мемориаль музейі чалыша тамам бұл ерде нешірчінің фоторесімлері ве шейлері сақланыла. 2015 сенесі өз ішіні Исмаил Гаспринскийнің адыны ташыған медиа-меркез башлады. Мойсесеге Қырымдаки милли көтлеве мәлімат васталарының 9 муариреті кірді. Точно знаем и гарантируем, что на страницах наших периодических изданий у нас точная, правильная информация, которая не искажается и которая доносится именно с точки подачи, как она произошла. 2017 сенесі милли телеканалы ислячының аяты вейджады ақта весиқалы фильм чықарды. Дүнияжы, денім яни қайдем буdur. Tamam осене ярмадамызда дүнияда ilk сефер милли конфессиялар, миллетлер ара ve конфессиялар ара muhabbetlігіне қол тұтывы үшін Исмаил Гаспринскийнің медали тесіз етілді. Бірінші оларақ бұл мүкафатқа Февзи Якубов найлылды ve Улу Марифчының сөзлеріні аңды. Я не пожертвовал бы ни одной капли чернил для этих заметок, если бы одну минуту сомневался в блестящем будущем моего Отечества России и живущего в нем мусульманства. Халқара севеде чешет конкурслар ve ilmiye milli konferensiyalar keçirілі оның нешірлері ақта ve ғайлері esasında ilmi işler yazıла. Актуальность идеи Исмаила Гаспринского сегодня очень высока в условиях современных. И я считаю, что молодое поколение должно об этом узнавать. И очень приятно, что много людей, которые интересуются, собираются вместе и делятся очень важными сведениями из жизни и творчества Исмаил Бея. Бүгінгі күнімізде Қырымдауының муаррирлік фәалиетіні Қырым татар тілінде yayınлаған милли телеканалы Ватан Седасы радиосы ve onlarca matbuat vasıtaları devam etmekte. Фатиме Сейдаметова, Милет үшін. Бүгін Ахмеджетте бүтін Қырымда олғаны кібі ұлы мүтефикір сияси әрбап ве публицист Исмаил Гаспринскийге бағышланған қатыра күніні кечірдейлер. Тәфсилатлар ақта бізі мұхберіміз тариф етежек. Садақаллаху л-азим, амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Чечеклер қойылмасы, тешекер сөзлері ве дуаларының оқылмасы. Мұнда әрлі сәкенлер мемориет ве Қырым татар зиялыларының темсілчілері топланып, Улу Марифчының қатырасыны аңдылар. Şimdi o vakit aytkan sözleri şimdi de aktual. Onun faaliyeti bizim için bir örnektir. Yani onun marif ve diğer sahalarda yapkan işlerini biz onun
халқының векілдері olarak біз оны devam ettirmek gerekmiz. O vaqt biz o'z yurtimizda haqiqiy sahipler olurmiz. Поэтому вот этот васиет, я думаю, нужно, чтобы народ пронес через себя и не боялся великих свершений, потому что мы, крымско-татарский народ, сегодня гордимся Исмаилбей Гаспринским. Гаспринский адына Жумхури Қырым татар китапханасында Исмаил Гаспринскийның «Дүниясы» адлана неви эдеби оқуларының ачылышы олда бел олғанықы бұл оқулар ислятчының өмір ве жади yoluna бағышланған. Bu insanın фикір ве ғайлері бұл күнге қадар актуальдыр. Театрымызда бүгін бекім өмірлерде пайда болмaz еді. 1901 сенесінде, 1900 сенесі Исмаил Гаспринский өз вақытында бұл ішке қол тұтмаса еді. Бірінші артистлерін Тифлистен 1886 сенесі чағырып та дәвет етіп, олар ойын нумайыш еттілер. Тешкілетчілер тедбірнің сонында әдеби оқуларда yapılған іштің нәтижелерін чектілер. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Владислав Кравцов, Ильдар Заитов, Миллет үшін. Майыз байрамларында ратланмақ үшін Русиялилер Қырымны сечелер. Топ жедвелесіне ярым аданын 7 шайыры кірді. Ратлық үшін популяр курортлар Ялта, Ахяр, Кефе, Алушта ве Алупка олды. Кезлев ве Судақ есе ратлық жедвеленің бірінші 10 кер шайырыны кірді. Талеліні туристик порталы кечірді. Учақ билетлерінің сатылуында есе бірінші ерде Ахмеджит тұрды. Кешкен сенеде баққанда билетлерінің сатылуы 54%-ға артты. Миллетінден чыққан қараманларының қатарына сайған халық ұлы деп сайылмасы мүмкін. Зуя қасабасының 2-ші санлы мектебінде ұлы ватан женкінің қараманы Сейтнафе Сетвелеевге бағышланған қатыра дерсі кечірілді. Қараманның доғанындан 100 ел толуы тедбірінде бізім тақымымыз да болынды. Қарасов базар районы Сейтнафе Сетвелеевнің ана юрты еді. Оның адыны ерлі мектеп ташы, мұнда оның қатырасыны ел аналар. Балаларымызы миллетсеверлік, ветанперверлік ruhunda terbiyalamak için elbet bir programı olmak gerek. Onun için bizim mektebimizde öyle programı boyunca bizler cenk katnaşçıları, kahramanlarımıza adap, partizanlara adap, başka türlü kahramanlara, edebiyatımıza adap böyle tedbirler sık sık geçiremeyiz. Bala tarihini bilmesi geleceğini de ozu kurup olmaz diye biliyor. Сейтнафе Сетвелеев жебенің бірчу құршыларында иштирак еткен еді. 1944 сенесінің 3 июль гежесі о Советлер бірлігінің қараманы медалінен мүкафатланacak дәрежесінде жесарет көстеріп қараманлық япқан еді. Сетвелеев иштирак еткен Уруш, Минск шерінің живарындаки Марина Горка деген ерде юз берген еді. Мұнда өкен сержант топ командалы оларақ душманын ұжымлеріне қаршы шықты. Противостояло этим более 45 танкам. Всего-навсего 7 45-миллиметровых противотанковых пушек, одной из которых командовал наш гвардии старший сержант Сейтнафе Сейтвелеев. Вот в течение одной недели, пока шла вот эта вот прорывная батарея, они смогли уничтожить 15 фашистских танков. Это практически, если мы посмотрим, то получается на каждый день почти по 2 танка, а то и более. Сейтнафе Сетвелеев ақында олған қатыра, оның қараманлықлары, ұрышлары ве әлбетте сой сопынан ақында тұрған үшін жанлыдыр. С самого начала начал участвовать в Великой Отечественной войне. И по пройденному его пути можно было бы написать историю Великой Отечественной войны. Все 3 брата отца, они все участвовали в войне, но они не любили рассказывать о своих боевых походах. Сейтнафе Сетвелеевнің аятында аз білінген малуматларнен музей хадимлері де пайлашты. Олар мектеп талебелері yüksek seviyede hazırlanғанларыны да қайд еттілер. Сейтнафе Сетвелеев біздің Совет бірлігінің қараманы. Бұл күнлер егерде сау болса, оның 100 жылдығыны қайд етмек керек едік. Ама Алла рахмет елесін, оның япқан ішлері, оның қараманлығы, оның аслыда аяты umumen öğrenmek керек. Мұтлақа бөле insanlar hakkında daha çok, daha ziyade malumat almak gerekler.
mutlaka bunu hepimiz ballarımız da özümüz de bilmek gerekmiz ve Kırım'ın tarihine ve bütün devletin tarihine ayrı böyle bir sayfeler daha çok daha ziyade açıklamak gerek deyip bu tedbirde iştirak etmeye niyet ettik. Sağ olsun davet ettiler. Pek güzel hazırlandılar, pek meraklı bilgiler verdiler ve ballarımızda çok güzel açıklamalar yaptılar. Milli kahramanlarımızı hürmet etmek, onlardan büyük kahramanlıkları için yapabilecek minnetdarlığımızın tek bir kısmıdır. Hatıra sağ olganca kahraman da sağ saylan. Naciye Исаева, Руслан Минаев, Эрвин Эмиралиев, Millet için. Tuz kristallarının tolu 30 paket Sağ şehrinde operavciler narkotik satılığında şüphelengen insanlarını yakaladılar. Ahmetçit Sakini Ogey oğlunun birlikte şehrin çetinde yeşil renkteki narkotik maddesini kömmege tırıştı. Bu vakı arasında polis xadimleri Rosgvardiya territorial bölüğünün xadimleri haber etti. Şüpheli insanlarını 20 yılgacha hapsке alabilirler. Оперативники также изъяли мобильные телефоны подозреваемых, где были сохранены фотографии мест закладок наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий часть тайников была обнаружена. Проведена экспертиза, результаты которой подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Biz Galebe'nin mirasçılarımız, yani мы наследники Победы adlı konkurs Bakçısaray rayonundaki mektep talebeleri arasında geçti. Balalar Cenk devrinin kahramanları hakkında çıkışlarını takdim ettiler. Mevzunu Enver Ablaziz devam etti. Тынч ve çiçek açkan yarımadada birden patlav davuşları cenk böyle başlandı. Çıkışlarından birinde Bakçısaraylı talebeleri Kırım Tatar veteranının balalığını gösterdiler. Cenk yılları o alakacı partizan otrядının iştirakçısı idi. Çıkışlar devamında 90 yaşlı Nuri Abibulayev zalda oturup 80 yıl evvelsi halkımızın başına düşken dehşetli vakalarını hatırladı. Все номера были очень хорошие, но те номера, которые выходили ребята в военной форме, все такое, это для меня было, конечно, очень даже трогательно. Мы наследники Победы adlı konkurs her yıl geçirildi. Bu sefer Bakçısaray'da 22 takım toplandı. Onlar rayonunun çeşit mekteplerinden geldiler. Her bir çıkış ayrı bir kahramanın takdirini aksetti. Onlar hepsi galibege o seslerini koştular. Мы учимся в школьной академии города Бахчисарай, и сегодня мы показывали номер, который называется «Четвертая высота». Главной героиней нашего номера – это Гуля Королева. Она была санинструктором, и у нее был огромный вклад в победу нашей страны. Она помогала раненым бойцам, многих спасла, многим помогла. Küçük ve uyken sınıflarının talebelerine jüri azaları ayrı kıymet kestiler. Programmaga rekonstruksiyon çıkışlarından gayrı şiirler, oyunlar ve yıllar kirdi. Для каждого школьника это память, это гордость за свою страну, за тех людей, которые были, за дедов, прадедов. Ну и патриотизм, конечно, воспитывают в школьниках. Konkursның her bir iştirakçısı biri fahri yarlıkka nail oldu. Hepsi çıkışlardan son jüri azaları müşavire odasında toplanıp galiplerini bilgilediler. Bu Bakçısaray Mektep Akademiyasının talebeleri oldular. Onlar veteran Nuri Abibulаевның takdiri haqda çıkışını takdim ettiler. Это были номера, посвященные нашим героям, те, которые отстаивали нашу свободу, наше мирное небо. Тем, кто прошел тяжелыми тропами войны и принес нам свободу, мир и чувство защищенности. Endi municipal konkursның galipleri finalda, yani Cumhuriyet seviyede Bakçısaray rayonunu takdim edecekler. Enver Ablaziz, Magomed Nesturov, Millet için. Yusuf Bolat'ın şahsi arkivinden vesiha ve el yazmalarının kopyaları hem bu şeylerin episi İsmail Gasprinski adına kitaphanesinin variyeti oldu. Kıymetli malzemeler kitaphanenin fonduna Ulu Klasik'nin doğan gününün 110 yıllığına bağışlanған tedbir kitişatında geçti. Bu hatıra gününü kaydetmek için yazıcının soy akrabası, dostları ve okuyucuları geldiler. Mamak koyunda yerleşken uç fenerinin iş tertibi deniştirildi. 14. Mart'tan başlap bu uç fenerinin işini ziyeleştirdiler. Yani koydan çıkan arabalar için onun yanğan vakti devamlaştırıldı. Bu sebepten tıkıntılar yok edildi.
Бір ел içinde 15 ятағы olған хастахане бөлігінде 300-ден зәйді хирургик амелият кечірілі. Инсан аятыны құртармақ есе оның үшін алышқан иштір. Бұл адамның тек әллері дегілді юрегеді алтындан. Бөле сөзлеріні Эски Қырым хастаханесінің хирургик бөлігінің башы кеміне оның хасталары везен адашлары айтам. Тәфсилатлы Женев Беттекелев хамызда. Ибраим Аблаев ишкуны саба РТ хасталарының қабылындан башлана. Бір күнде онлар жихастаны бақа екімнің қабылына кірмек үшін есе бір қач авта огуне yazılmak керек. Уже розовый. Сегодня меня прооперировали. Чувствую себя прекрасно после операции. Вот операция на спине была. Врач видно, что компетентный, очень вежливый. Очень дело свое знает. Ибраим Аблаев али дәрежелі хирург балалықта о теректен еқылып хастаханеге талақ патлавынен түшкен еді. О вақыттаки амелияты бір қач саат девам етті. Хирург екімі баланың жаныны құртарды. Бұл вақиядан сон Ибраим бей екім алмаға қарар алды. Кешкен сене яз айларында о ескі Қырым хастаханесінде хирургик бөлігінің баш екімі олды. Амелияттан эвел кечірілген адди азырлықны хирурглар операциядан эвел ювынмақ деп адландыралар. Бывает, у меня рабочий день заканчивается на вторые сутки. Да, потом я еду домой, отдыхаю. Здесь дежурный хирург остается, и мы продолжается все заново. День сурка, я так называю. То есть рабочий день у меня практически он начинается и заканчивается на следующие сутки. То есть бывает так. Ну, работаем, как обычно. Пытаемся помочь людям. Если будет больно, скажешь мне, хорошо? Амелият вақтында хастанын лақырды етмек, бұл құрарларыны бұзмақ дегіл. Бұл хастанын алынны тішкермектір. Иш сонuna келді. Нетижеде бір құртарылған жанда. Шайде Куртвелиеваға липома, яғни елінден яқшы табиатлы шышық диагнозыны қойған еділер. О чоқ вақыт девамында амелиятқа разы олмайды. Ама тәжірибелі екімнің еліне түшкен сон қорқулары кечті. Операциядан сон гели, еркез бақай, нетей, шақай етей, адам докторлар лафынан да güzelleти, только лячылатан дегенде лафынан да. Сорай еркезін ал ахвалын сорай нете, керек olsa yardım ете, керек olsa bunda gecelerden yatıp kalkıp adamların hastaları bunda devalatmaya işte güzellet bakay. Oşun sağ olsun, Allah sağlığını versin. Böyle doktorlarımız pek çok olsunlar. Bizim milletten көтерілсінлер. Çok öyle İbrahim Talatович gibi şegirdleri olsun. Бүгінгі күнде Ибраим Аблаевның өз талебелері де бар. Оқушылары біткен сон олар земский доктор лейхасы бойынша ескі Қырым хастаханесінде çalışmaға планлаштыралар. Султан Истакаева, Эльмас Аблакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Кефенің Орджоникидзе қасабасында МЧС хадимлері Улу Ватан Ченкі вақытында қалған 500 килолық фугас бомбасыны патлаттылар. Ішінің эпысы 6 саат ішінде кечірілді. Мұнда 10 адам, 2 техникалеті ве бір қиық çalıştырылды. Ахмеджетте 9-й троллейбусының маршруты денештірілді. Крым троллейбус шіркетінде білдіргеніне көре, о 25 мартхачы Грэс тоқтав еріне қадар юрежек. Шіркетінің матбуат қызметі бұл әрекет подстанцияда юз берген қазан нәтижесінде олғаныны хабер еттілер. Қырымда хадими байрамлардан бірі сайылған Наврез байрамы хайдетілі. Байраметтеки гече күндізінің тенлігі яны елінің башланылығы тимсалидыр. Қырым татарлар барының насыл қаршылайлар ве башқа милетлерде Наврез байрамы насыл хайдетілі. Бұл сөйлерге жевапларына Энвер Аблазиз біле. Музафар Юнусов енді 85 yaşında Наврез байрамыны о сенекнен қаршылай. Чүнки енді екенліклеріні сачмаға азырланмақ керек. Юнусовлар қорантасында табиат тамам геже күндіз тінлігі вақыт уянғанында емінлер. Бұл қазмаға, сачмаға келгенде үші çok дөгіл ағарудың. О пішіп башлаған сон, onu çapalamақ керек, onu suvarmaq керек, onu lajlanlı жылан soyları olsa lajlamak gerek, o lajlarını satып almak gerek. Doğrusunu айтқанда bir şey özünden özü өсмей. Нефақачының әрбір ішінде оның қарысы қол тұта. Зарема ханым ақайынан бірабер ер сүре. Тавуқларыны бақа ве байрам емегіне мақсулатларыны азырлай. Баллар келер бізге, мүсафірлікке.
doğmuşlar, konuşlar girer. Bayram yapacakmız, aşlar pişirecekmiz. Tatlı stol yapacakmız. Hepsi bayram ötküzecekmiz. Qırımda Navrez bayramına bir hafta qalğanında qızlar evlerini temizley, eski ve kerek olmagan şeylerini yok ediler. Balalar kostümler kiyip akşamları soy akrabalarına ve komşularına musafirlikке barıp halk yırlarını yırlayediler. Büyükler ise küçüklerini tatlılıklarla silayediler. Navrez'nin temsili bu ağbardak çiçeği olgan ve herkes musafirlikке birbirine gelse bu bayramga mutlak ellerinde akbardak olaydı. Çünkü siz bilesiniz bu akbardak elbette temizlik, paklık ve bu acayip bir tüste ve kokuda olan bir çiçektir. Navrezni tek Kırımda kaydetmeyler. Özbekistan'da mesela 21 Mart gecesi sumalak pişireler. Tacikistanda ise bol sofralarla ve boyalanğan yumurtanla karşılaylar. Kazakistan'da miqyaslı eğlenceli sport tedbirleri geçirilir. Umumen alğanda ise çeşit halklarda Navrez bayramının kaydetme adetlerinin oşap gelgen yerleri var. Onun elementleri her bir milli konfessiyalarda da var. Enver Abluziz, Magomed Nisturov, millet için. Tebessüm oyun ve yırlarının Ahmetçet'in 43. mektebinde de Navrez bayramı karşılaydılar. Böyle tedbirler dünyanın birçok Türkiye halklarını birleştiriyor. Bu konu tedbir sanasında birçok sıcak sözler Kırım Tatar, Rus ve Ukrayn dillerinde de yankıradı. Biz de bizim balalarımız ana dilini öğrense, özün adetlerini bilse, pek kullanamız ve elimizden gelgen elbette onlara kol tutmaya yardım etmeye tırışacağız. Çok sağ olsun. Herkese Navrez bayram hayırlı olsun. Onlar için böyle bayram tedbirleri seyrek işdegil, çünkü ondan da başka mektepte Колыбель народов Крыма adlı küçük etnografik müzeyi de teşkil edilgen. Вообще изучение культуры и традиций крымских татар, изучение крымско-татарского языка представлено и в учебной деятельности, изучение крымско-татарского языка как родного и во внеурочной деятельности. И, конечно, пропаганда культуры крымско-татарского народа возможна именно на таких тематических программах и праздниках. Biz sizlerini Erkun Kırım'ın en aktual haberlerinin tanış etemiz. Eğer sizni bir mesele rahatsızlasa ya da içtimai cihetten mühim erişmeleriniz olsa bizim hizmetimizge haber etiniz. Telefon numarimizni ve elektron adresimizni ekranlarında koyasınız. Bugünge bu hepsi haberler Millet telekanaldan ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.